Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді әрі әдемі болып шығатын пигоди дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен керекті заттарымыз, бізге ашыған қамырымыз қажет. Яғни қамырымызды ашытып алып, оны бірнеше бөлікке бөлеміз, және де фаршымыз қажет. Бізге осы нандарымызды жеке-жеке бөліп аламыз да, өсіп домалақ қылып жайып шығатын боламыз. Кішкентай оқтауымызбен жайып шығамыз. Содан кейін оның ішіне жаңағы дайын болған фаршымызды салып отырып, екі жанынан бір-біріне қоса отырып түйетін боламыз нанымызды. Пигодидің түйілу жолы оңай. Яғни бізге ең алдымен пигоди болу үшін бұған ашыған қамырымыз міндетті түрде қажет. Және де ішіне фаршымызды салып, өсіп оқтаумен жайып, екі жаннан бір-біріне қоса отырып жабыстырсаңыздар болды. Бұл былайша қарағанмен қиын көрінгенмен түйген кезде оңай болып кетеді. Ал ішіне қосатын заттарымыз айта кетсек, жаңа тезірек өтіп кетті сіздерге. Ол бізге капустамыз, пиязымыз, және де картобымыз, және де сәбізіміз, және етіміз, және де көк шуа қостым мен. Олардың барлығын сіздерге астарына жазып кететін боламын. Барлығын қанша мөлшерде қосу керектігін, және де өстіп барлығын өстіп шетінен жайып, өстіп оқтаумен ішіне салып барлығын түйіп шығамыз. Мен бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай ұн қолданып жатырмын. Өйткені жайған кезде ұн қолданамыз. Ал егер оның орнына сұйық май қолданатын болсаңыздар, нандарыңыз бір-біріне бірікпей қалуы мүмкін түйген кезде. Сол үшін ұнмен жайған одан қарағанда әлде қайда жақсы болып шығады. Бұл жерде ұн қолданып өстіп түйетін болсаңыздар, ешқайсысы ашылмайды. Сол осы қалпын сақтап қал. Мінекей, өстіп барлығын өстіп түйіп шығатын боламыз. Сіздер де өстіп үйде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Мінекей, енді біз мантаваркамызды майлап, барлығын өстіп бір-бір талдан салып шығамын. Өйткені бұл піскен кезде көтеріледі, бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Мінекей, мен барлығын өстіп салып шықтым мантаваркама. Енді осыны өзінің буында 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пигодиларымыз дайын. Мінекей, осындай өте әдемі, өз қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады.